Қазақша аударылған. Мен математиканы түсінбейтінмін және ұнатпайтынмын. Себебі мен математикадан төмен болдым. Бірақ та мен историяларды, шытырман оқиғаларды, тарихты көп оқитынмын. Тек қана математика емес. Өйткені мен кәдімгі үйде оқыдым, кейін кәдімгі мектепке ауыстым. Мектепте математикалық есептерді көп шығаратынбыз. Ол маған ұнамайтын. Және ұстазым әрдайым мені тақтаға шығаратын. Бірақ басқа балалар қол көтеретін. Мені шығаратын себебі мен қолды көтермеймін. Өйткені менде көптеген қателіктер болатын. Және маған ұстазым ешқашанда көмектеспейтін. Және басқа да балалар маған көмектеспейтін. Мені түсінуге болады, себебі мен үйде оқыдым. Олар мені көмектесудің орнына олар ақымақ, ол математиканы түсінбейтін деп мені бір мазақ қылады, немесе өсектейді. Мен математиканы түк те шығара алмайтынмын. Қазіргі кездегі менің басты проблема математика еді. Мен математиканы қанша ұққым келсе де, менің ойыма біреуі де қонбайтын. Мен 4-ші сыныптан 5-ші сыныпқа ауыстым. Онда күрделі есептер өте көп болды. Мен математиканы шыңына түсе алмадым. Достар, мен оны алдыма бірақ та математиканы оқимын деген өзіме серт бердім. Мен математиканы оқыдым. Ата-анам да маған математиканы оқуға көмектесті. Бірақ мен тесттерден 2 алдым. Бұл іске аспады. Кейін менің ағайым тағы да тақтаға шығарды. Мен бұл есепті шығара алмаймын деп ағайыма айттым. Балалардың барлығы бұл оңай деп күлді. Ал мен жыладым. Мені түсінуге болады, өйткені мен үйде оқыдым. Математика дегенді түк те түсінбедім. Мен уақыт өткеннен кейін 7-ші сыныпқа ауыстым. Мен қазіргі таңда математиканы түсіндім. Және қайтадан үйге оқитын болдым. Әйтеуір дегенде математиканы үйрендім. Мектептен үйренгендерім көп. Бұны не үшін айтып жатырмын? Өйткені сіздерде ол үшін сіздерге уақыт керек. Өз мақсаттарыңызға дейін қойсаңыздар, сіздер де мен сияқты армандаған мақсаттарыңызға жетесіздер. Достар, бұл видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, әрине не істеу керектігін білесіздер. Лайк басасыздар, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Және де достар, сіздер менің арнама тіркеліп кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.